жоғалып қалсаңыздар не істер едіңіздер? Елестетіп көріңіздерші, кетіп қала алмайсың, қолынан ештеңе келмейді, қандай қиын. Міне мен шынайы өмірде сондай жағдайға тап болдым. Әуелі оқиғаның қалай басталғанын айтып берейін. Біздің сыныпқа жаңадан бір қыз келді, есімі Баян. Екеуміз тез тіл табысып кеттік, өйткені ол ашық жарқын екен. Және ол үнемі қалжыңдап, бәрімізді күлкіге қарқ қылатын. Біресе аяқ киімнің бауы шешіліп кетті дейді, біресе киім болғанды дейді. Алғашында оның айтқанына сеніп қала беретін едім. Кейін біліп алдым да, өзінде солай мазақ қылатынды шығардым. Бір күні ол менің орындығыма осырғыш сат қойыпты. Отырып қалғанымда бүкіл сыныпқа дыбыс естілді. Бәрі күлкіден шектері түйіліп қала жаздады. Және ұзақ уақыт бойы соны айтып жүрді. Әрине, мен де ой шалғым кеп, бір күні аяқ киімнің бауын білдіртпей шешіп тастадым. Тақтаға шыға бергенде бауын басып қалып сүрінбей оңбай құлады. Баянның белдемшесі көтеріліп кетті де Спанч Бобтың суреті бар киімі көрініп қалды. Сыныптағылар күлкіге қарық болды. Мұғалім де өз сөзін ұстай алмай күліп жіберді. Бірінші рет оның маған соншалықты ашулы көзбен қараған байқадым. Бірақ біз бәрібір түк болмағандай сөйлесіп жүрдік. Бір күні кек қайтаратын білдім. Сондықтан да барынша мұқият болуға тырыстым. Алайда уақыт өте келе оны ұмыта бастадым. Бекер ұмытқан екенмін. Баян жақсылап жауап қайтарды. Мұндайды әрине күткен жоқпын. Информатика сабағында мен тақтаға шыққан кезде Баян ақырын мен компьютермен әдепсіз сайттардың бірін ашып, даусын барынша қосыпты да жауап қоя салыпты. Ал мен ойымда ештеңе жоқ, компқа бас қалғанда ұятсыз нәрселер қосылып, сыныпты басына өтерсін. Әрине, мұндайды бірден өшіріп тастау мүмкін емес қой. Әбден сасқалақтап қалдым. Сыныптастарым менің әбігерге түскенімді телефонға түсіріп үлгерген екен. Сонымен не керек? Бүкіл мектепке күлкі болдым. Мұғалім қатты ашуланып мені директорға апарды. Біраз сөйлескеннен кейін мені жіберді. Видеоны мектептің бәрі көріп мазақ қылды. Мен қарап қаламын ба? Баянның масқарасын шығарамын деп ойладым. Бұл уақытты ұзақ күттім. Не керек? 14 ақпан жастардың ғашықтары күнін атап өтетін күн жақындап қалған. Бұл бір маңызды дата емес. Дегенмен бізге сылтау керек қой. Баян бір жігітті ұнататын, бірақ ойын ашық айтуға ұялып жүрген. Мен одан машинасының кілтін сұрап алдым да, алдын ала дайындап қойған сыйлықты алдыңғы орындыққа қойып қойдым. Ал Баянға жігіттің атынан хат жазып жібердім. Мен сенің маған деген сезіміңді білемін, саған сыйлық әзірледім. Машинаның ішінен аларсың деп қолына ұстата салдым. Баян ойында ештеңе жоқ, көлік тұрған жаққа қарай жүгіре жөнелді. Бара салып қорапты ашуға кірісті. Ал оның ішінде не бар деп ойлайсыздар? Іші толған таракандар. Ондайды мүлдем күтпеген Баян қорапты салонның ішінде лақтырып жібергенде таракандар жыбырлап қаша бастады. Дәл сол кезде мен машинаның есігін пультпен кілттеп қойдым. Сыртынан оның қалай шыңғырып, жан ұшырып жатқан қызықтап тұрғанда есікті ашты да алды-артына қарамастан зытты. Асыра сілтеп жібергенді түсіндім, бірақ бәрі кеш еді. Ол дереу ана жігітке барды да шапалақпен бетінен салып қалды. Жігіт болса көзі бақырайып, түк те түсінбей тұр. Сол кезде Баян оның ешқандай қатысы жоқ екенін ұқты. Осыдан кейін Баян менімен араласпайтын болды. Кешірім сұрап едім, қабылдамады. Расында да менікі дұрыс болмады. Осы әрекетінен кейін екеуміздің арамызда нағыз шайқас басталды. Оның не істегенін білесіздер ме? Ол менің жақсы көретін итімді улап өлтірді. Байғұс итім-ай. Бір күні өзін жайсыз сезінді де көп ұзамай өліп қалды. Баян мойындаған жоқ, бірақ бұл соның ісі екенін жақсы білемін. Қандай қатыгез десеңші. Итімнен айырылғаннан кейін одан бетер өшіге бастадым. Қалайда жауап қайтаруым керек. Басым қатып жүргенде отбасымда не болып жатқанын аңғармай қалыппын. Ата-анам да бір-бірімен дұрыс сөйлеспейді. Үйдің іші күңіреніп кеткен. Олар мені қатты жақсы көретіндерін айтты. Бірақ бұдан былай бірге тұра алмаймыз деді. Әкем бізді тастап кетті. Әрине, менің қандай күйде болғанымды сөзбен айтып жеткізу қиын. Мен үшін өте ауыр соққы болды. Әкеме қалуын өтініп жыладым, жалындым, алайда дегеннен қайтпады. Тағы да мені жақсы көретін, үнемі жанында болатын, бірақ дәл қазір осылай жасау керектігін айтты да кетіп қалды. Уақыт келгенде түсінесің дейді. Осы оқиға мен ішкі күйзеліс өш алу керек деген ойдан сәл алыстатқандай еді. Бірақ әкемнің бізді кімге айырбастағанын білгенде ашу-ызаға булығып өзімді қоярға жер таппадым. Әкем Баянның анасына кетіпті. Иә, ол сұлу жалғызбасты әйел еді. Көп ер кісілер артынан жүгіретін. Енді міне сол үшін отбасын тастап кетіп жатқан жағдай. Керемет, айтарға сөзім жоқ. Енді мен Баянды жай ғана қылқындырып тастағым келеді. Менің өмірімнің тас-талқан шығып жатқанда Баянның өмірі ретке келе бастады. Әлгі жігітпен қарым-қатынасы жақсарып, екеуі кездесетін болды. Маған бұрылып та қарамайтын өзі. Көз алдымда құлпырып бақыттан бас айналып жүргенін көргенде одан сайын жаным қайнайтын.
Баянның жігітінің парақшасына кіріп, түрлі жалған аккаунттардан жүрекшелер жіберіп, керемет кеш болды, сен кереметсің дегендей өтірік жазбалар қалдыратынмын. Оған қоса оның бірден бірнеше қызбен кездесетін жайлы жалған ақпарат тараттым. Алайда бәрі бекер. Екеуінің қарым-қатынасына ешқандай кері әсер еткен жоқ. Бір күні кіреберісте кездесіп қалдық. Өзімді ұстай алмай мен Баянға жұдырғалай жүгірдім. Ішімдегі жүрген реніштің бәрін жайып салдым оған. Екеумізді әрең ажыратып, желкелеп директордың алдынан бір-ақ шығарды. Егер тәртібің нашар болса, колледжге оқуға түсе алмайсың деп маған қатаң ескерту жасады. Екеумізді сабақтан кейін қалдырып, бір партаға отырғызып қойып, үй тапсырмасын орындатты. Әрине, оқуға түсу мен үшін өте маңызды еді. Сондықтан да одан кешірім сұрап, арамыздағы шайқасқа нүкте қойғым келді. Ақырындап сөйлесе бастадық. Баянның айтуынша, оның анасы мен менің әкем бұрын бір-бірін қатты жақсы көрген екен. Тіпті үйлену туралы да келісім болған көрінеді. Алайда менің анам аяғым ауыр деп әкемді тартып алған. Бірақ ол кезде Баянның анасының да аяғы ауыр екенін білмеген. Ал Баянның анасы болса, туындаған мәселені өршітпейін деген оймен ешкімге ештеңе айтпастан қоя салыпты. Міне, әкем осыны естігенде екінші отбасына баруды ұйғарған. Осылайша аяқ астынан өштесіп жүрген екі қыз апалы сіңілі болып шықтық. Өмір деген қызық, ойламаған оқиғалар орын алып жатады. Менің түсінгенім, өмірде біреуге кек сақтап ренжудің қажеті жоқ екен. Тағдырдың қандай сый дайындап қойғанын білмейсің ғой. Ойып тыңдағандарыңыз үшін бәріңізге рахмет. Өмірлеріңіз жарқын болсын.